Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қонаев медиа арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Шапағат Мырзабекова. Биыл Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 114 жылы. Осыған орай халық Алматыда ұлы тұлғаның рухына тағзым етіп, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Тағылымда іс-шараға жиналған жандар мемлекет және қоғам қайраткерінің жарқын бейнесі мен өнегелі ісін еске алды. Қонаевтың музейіне барып, тарихи жәдігерлермен танысып, құнды деректерге қанықты. Он екінші қаңтар қазақтың біртуар тұлғасы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 114 жыл толды. Айтулы датаға жиналған жұртшылық қарасы көп болды. Іс-шараға қоғам және мемлекет қайраткерлері, Қонаевтың туған туыстары мен жастар жиналды. Қатысушылар ұлы тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Елімізде Дінмұхамед Ахметұлының еңбегін насихаттауда жүйелі жұмыс жүргізілді. Автобиографиялық фильм түсіріліп, 30 күн Қытайда кітабы басылып шықты. Сондай-ақ спорттық турнирлер ұйымдастырылды. Бүгінде Қонаев есімімен аталатын қала бар. Оның еңбектері мен өмір жолына арналған кітаптар жарық көріп, көптеген естеліктер жазылуда. Көркем және деректі фильмдер түсіріліп жатыр. Өткен жылы Димаш Ахметұлының кітабы негізінде түсірілген «Сталиннен Горбачевқа дейін» фильмі көрерменге жол тартып, көпшілікке ұнады. Сондай-ақ Қонаев ғасыры атты екінші фильм жақында прокатқа шығады. Кеңес заманында Димаш Ахметұлы Қазақстанда ғылым академиясының қалыптасуына өлшеусіз үлес қосты. Іс-шарада ғылым ордасының өкілдері құнды тарихи құжаттарды Қонаев атындағы мұражайға табыстады. Ұлт жанды, мына елін, жерін сүйген, қарапайым елменен бірге халық Алла қалай адам етіп жаратқан, сол адами асыл қасиетінен айнымаған нағыз қазақтың тұла бойындағы адами асыл қасиеті сол Қонаевтың тұла бойында тынып тұратын. Зиялы қауым музейге барып, құнды экспонаттармен танысты. Экспозицияда мемлекет қайраткерінің жеке заттары, сирек фотосуреттері, қолжазбалары мен өзге де жәдігерлер қойылған. Сондай-ақ жеке кабинеті көрсетілді. Қонаев тұсында республикада өнеркәсіп өндірісі 9, ауыл шаруашылығы 6, ал құрылыс саласы 8 есеге артқан. Ақжан Анапия, Алмас Әбдешев, Қонаев медиа. Мемлекет қайраткерінің есімі ел тарихымен қатар аталады. Ел басқарудағы салмақты шешімдері мен халыққа деген адалдық Дінмұхамед Қонаевты заманының биік тұлғасына айналдырды. Облыс орталығында да еске алу іс-шарасы ұйымдастырылды. Соңғы 3 жылда Қонаев қаласы айтарлықтай өзгерді. Қалада тұрғын үй құрылысы қарқын алып, инженерлік инфрақұрылым жаңарды. Димаш Ахметұлының тұсында пайда болған қаланың бүгінгі келбеті жайында Жадыра Қуанышбек айтсын. Бұрынғы Қапшағай, қазіргі Қонаев қаласының қалыптасу тарихы Димаш Ахметұлының есімімен тығыз байланысты. Қала тұрғындары, ардагерлер мен қоғамдық ұйым өкілдері ұлы тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, оның ел тарихындағы орнын тағзыммен еске алды. Қонаевтың тұлғасын ұлықтау әлі де мынау өңіріміздің дамуы үшін өте маңызды. Қонаевтың өзінің айтып кеткен дейтіні бар. Алматыдан Қапшағай қаласына дейін үлкен қала салыну керек. Осы ара байланыста болу керек деп, міне бүгін осы арманы орындалып жатқандай Алатау Сити салынып жатыр. Қонаев заманында 43 қала салынған, 68-ден астам жұмысшылардың кенті тұрғызылған. Сондықтан да айтқым келетін нәрсе, бұл жиынның бізге беретіні әлі көп. Қонаевтың қалдырып кеткен мұрасын, идеяларын, оның шешімдерін біз ары қарай өмірімізге енгізуіміз керек, дұрыс бағалауымыз керек. Сонда ел жанды азаматтарымызды біз мұрасын тиісті дәрежеде насихаттауымыз керек. Іс-шарада Қонаевтың ел басқарудағы қайраткерлігі, адал қызметі мен алға қойған мақсаты кеңінен айтылды. Оның қолға алған игі бастамалары бүгінгі Қонаев қаласының дамуы мен өңірдің өркендеуінде өз жалғасын тауып отыр. О кісінің сондай бір дара үлкен керемет адам екен, Қазақстанға соншама еңбек сіңген білеміз. Медеуді салды, горнолыжный жаңағы Чембулақты не қылды. Біздің осы Қапшағайымызды гесті қойды. Қаламызға деген сондай үлкен үлес қосып, жаңағы сол кісінің демеуіменен осы қала болғаны. Бүгінгіне енді облыстың орталығы болып отыр. Халықтың бәрі риза. Сол кісінің биыл атын бергеніне.
Облыс орталығы мәртебесі берілгелі Қонаевтың келбеті айтарлықтай өзгерді. Қалада жаңа көп қабатты тұрғын үйлер бой көтеріп, заманауи шағын аудандар салынуда. Мысалы, өткен жылы үй құрылысы қарқын алып, жол, туризм, спорт және өндіріс салаларында бірқатар ірі жобалар жүзеге асты. Инфрақұрылым жаңарып, қала келбеті ажарлана түсті. Облыс орталығы құрылғалы бері енді құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Оның ішінде бюджеттік үйлерден бөлек жеке инвесторлар, жеке құрылыс компаниялары құрылыс жүргізуде. Қазіргі таңда олардың 11 қалада құрылыс жасап жатыр. Оның ішінде мынау өзіңізге белгілі Қонаев көшесінің бойында Маяк тұрғын үй кешені салынуда. Одан бөлек Аристократ тұрғын үй кешенінің бірнеше блогы қолданысқа берілді. Сондай-ақ аулалар абаттандырылып, балаларға арналған ойын алаңдары мен спорттық аймақтар жаңартылды. Тұрғындардың тұрмысын жақсартуға арналған жұмыс нәтижелі атқарылып келеді. Жұмыс орындар көбейіп жатыр. Барлығы жақсы. Керемет, ризамыз. Қапшағайдың біз 2002-де келгенбіз, ол кезде вообще светофор деген жоқ болатын даже. Автобус, машина дегендер аз болатын. Қала өте жақсы өзгерген, оң өзгерістері көп. Одан кейін мына адамдардың демалысына көп жағдай жасалған ғой. Алдағы уақытта облыс орталығында театр салып, жағажайларды абаттандыру, жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру ісі жоспарланған. Дінмұхамед Қонаевтың есімімен аталатын қала өткенге құрметпен қарап, болашаққа сеніммен қадам басып келеді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев бір естелігінде уақыт бәрін өз орнына қояды. Бүгін түсінбегенді ертең тарих бағалайды. Ең бастысы ар алдында таза болу деген еді. Уақыт шынымен өз сөзін айтты. Әсем Қапшағайға есімі берілді. Қаланың қақ ортасында еңселі ескерткіші бой көтерді. Бүгін сол ескерткіш маңы гүл шоқтарына толы. Бұл құрметтің әрі ұлы тұлғаның халық жүрегінде мәңгі қалғанының белгісі. Жадыра Қуанышбек, Бекжан Кенжебай, Қонаев медиа. Дінмұхамед Қонаевтың рухына тағзым ету шарасы оның кіндік қаны тамған Балқаш ауданында да өтті. Байтақ өңір Димаш Ахметұлының ата-бабаларының туған жері. Ақсақалдар өлкенің өрлеу тарихына тоқталып, Қонаевтың ауыл шаруашылығын дамыту ісіндегі жемісті еңбегін еске алды. Ал Бақанас ауылындағы ескерткіш 2022 жылы көрнекті мемлекет қайраткерінің 110 жылдық мерейтойына орай қойылды. Зиялы қауым Дінмұхамед Қонаевтың іскерлік әрі адами қасиеттерін атап өтіп, тарихи тұлғамен жерлес болғандарын мақтаныш етеді. Мәдениет үйінде заманның заңғар тұлғасы атты салтанатты концерт өтті. Сахна төрінде Қонаев дәуірінің рухын сездіретін әндер шырқалып, ел дамуына қосқан өлшеусіз үлесі ұлт руханиятына жасаған қамқорлық айтылды. Бұл кісіге арнайы парк аштық, саябақ. 100 жылдығына байланысты саябақ ашып, сол саябаққа сол кісінің ескерткішін қоямыз деп көп жұмыстар жасадық. Әзір жылда сол жерге барып гүл шоғын қойып, сол кісіге тәуба етеміз. Ол өзі біздің бір символымыз сияқты ғой. Кәдімгі Балқаш ауданының бір картасы, несі, жұлдызы. Қонаев ата біздің ауданға депутат болып түскен уақыттан бастап мен қанша рет келді, қанша рет сол келіп қол беріп амандасқан адаммын. Қолының жұмсақтығын айта алмаймын. Салалы саусақтарымен біз амандасқан уақытта бір керемет, бір мейірім көретін едік. Бұл кісі келген бетте әрқашан халқым қалайсың деп айтушы еді. Жол азабын тартудан қажыдық. Жел соқса жарық сөніп, жарық сөнсе су ақпай қалады дейді Талғар ауданына қарасты Қызылқайрат ауылының тұрғындары. Ауыл халқының айтуынша инфрақұрылым мәселесі ұзақ жылдан бері шешімін таппай келеді. Ел тілегі қашан орындалмақ? Тақырыпты тұрғындармен тілдескен тілшіміз толықтырады. Ауыл тұрғындары жол азабын жетерлік тарттық деп қапалы. Орталықтағы 2 шақырымнан асатын Хасанов көшесі жөндеуден өтеді дегелі көп жыл болыпты. Алайда әлі күнге ойлы шұңқыры бітелмей, жыртығы жамалмай тұр. Ойлы шұқыр жасалмаған бұл жолды осы көшенің тұрғындары неше рет
ақша жинап, тас төседі, әйтеуір енді мен білмеймін ғой аты жөндерін. Сондай төсетіп өзіміз жасатамыз. Бұл жол қыста күрелмейді, өткенде көк мұз тайғақ болды. Жиналған жұртпен жүздесуге ауыл әкімі келді. Оның айтуынша тұрғындардың тілегі биыл қалайда орындалады. Себебі ауылдағы 9 көшені орташа жөндеуден өткізуге тиісті қаржы бөлінген. 2025 жылы жобалық сметалық құжаттар жасалынды. Қазіргі таңда ақша бөлініп, осы Хасан көшесіне орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Асфальт төселінеді. Жылда жаз айларында жасалынады жолдар. Енді жарты жыл шыдаса, Құдай бұйыртса биыл жол болады. Тұрғындардың жанына батып отырған тағы бір мәселе электр жарығының жиі сөнуі. Өп еткен жел шығып, тамшылап жаңбыр жауа бастаса, жарық бірден сөніп қалады. Орталық көшеде орналасқан электр бағаналары мен трансформатордың сиқы мынау. Тоқсымдары оңды солды шашылып, аш шекше шұбалып жатыр. Салдарынан тұрмыстық техникаларымыз мерзімінен бұрын керектен шығып, қыстың күні газ насостарымыз күйіп кетіп жатыр дейді наразы жұрт. Мен бұл свет айтайын десем, мына свет былтырғы жыл қосылды мына освещение. Әлі жасаған жоқ. Өткенде келіп бәрін жасап кетті. Қосам деп, октябрьдің 15-іне қосам деді. Жарайды деді. Оның екінші ана свет, көрдіңіз бе? Ана патсынса постоянно атылады. Былтырғы жылы сентябрь айында қосылатын свет болған. Міне биыл 2026 жыл болды міне. Уже январдың бүгін міне 10 қаншасы болды? 10 болды ма? 11 болды. Әлі түсірілген жоқ свет. Қараңғы міне. Ал жарықтың жиі өшуіне басты себеп трансформатор қуатының жеткіліксіздігі. Бұл мәселені жақсы білетін ауыл әкімі қосалқы құрылғылар ауыстырылып жатыр. 10 күн ішінде көше шамын қосып, төңіректі жарықтандырамыз деп уәде берді. Өйткені трансформатор жаңағыны автоматпенен счетчик көтермеді. Сондықтан газ қайтадан ауыстырып жатыр. Енді осы бір жеті 10 күннің ішінде қайтадан соның орнына келіп свет қосылатын болады. Бұған қоса ауылда бұралқы иттердің көбейіп кетуі тұрғындарды алаңдатып отыр. Әсіресе кешкі мезгілде оқушылардың қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін. Балалар ит қауып алама деп алаңдаған ата-аналар бұл мәселені жиі көтереді. Ауыл әкімі бұл жайды аудандық мал дәрігерлік қызметіне тағы да ескертетінін айтты. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерлан Абжанов, Қонаев медиа. Мал ұрылары құрықталды. 4 қаңтарда еңбекші Қазақ ауданында 4 жылқыны атып, сойып әкету фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Ұрылар алыстан келмепті. Аудандық тәртіп сақшылары қарақшылардың ізіне түсіп, шұғыл іздестіру барысында Ақши ауылынан күдіктілерді тауып құрықтады. Енді мал иесіне келтірілген материалдық шығын сараланып, күдіктілер заң алдында жауапқа тартылады. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде аталған қылмыстық құқықбұзушылыққа қатысы бар деген күдікпен Ақши ауылының 20-25 жас аралығындағы 4 тұрғын ұсталып, қамауға алынды. Тергеу барысында айғызат ретінде аңшылық қару және сойылған жылқының бөлшектері Ақши ауылындағы үйлердің бірінен жасырынған жерінен анықталып, тәркіленіп заңды иесіне қайтарылды. Аталған қылмыстық іс бойынша тергеу барысы облыстық полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Биыл Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына 34 жыл, Алатау қаласындағы 66-да 54 әскери бөлімінде әскери ант беру рәсімі өтті. Елдің әр өңірінен келген 90 жас сарбаз отан алдындағы борышын енді Қапшағай гарнизонында өтейді. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен сап түзеген сарбаздар бөлімнің жауынгерлік туын алаңға алып шықты. Әскери ант беру әрбір жауынгер үшін жауапкершілігі жоғары, әскери қызметтің басталуын білдіретін маңызды қадам. Әскери және мемлекеттік құпиясын қатаң сақтауға ант етемін. Салтанатты рәсімнің ұлттық ұланның 34 жылдығымен қатар өтуі шараның маңызын арттырды. Ұлттық ұлан қоғамдық тәртіпті сақтау, стратегиялық нысандарды қорғау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қызмет атқарып келеді. Жас сарбаздарды ант қабылдаумен бөлім командирі және осы салтанатқа арнай келген Қазақстан Республикасының Мәжілісінің депутаты Ардақ Назаров құттықтады. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай бабаларымыз елді қалай қорғаған болса, бүгін біздің ұландарымыз да еліміздің шекарасын солай қорғайды деген үміттемін. Сондықтан бір жылда болатын осы әскери борыштарын аман есен өтіп, елдеріне, үйлеріне, ата-анасына аман есен оралсын деген келеді. Ұлттық ұланымыз жасай берсін, әскеріміз қуатты болсын. Бұл күні 90 жас Қазақстан жауынгерлері қатарына ресми қосылды. Қуанышты бөлісуге сарбаздардың ата-аналары мен туыстары келген. Олар ұлдарының отан қорғаушылар қатарына қосылғанын көріп,
қуанды. С Темиртау мы приехали, да. Біз Теміртау қаласынанбыз. Балам Ресейде оқып жүрген еді, жасы әскерге келіп қалған соң оқуынан академиялық демалыс алып, отан алдындағы борышын өтеуге аттанды. Әрине, ана жүрегі уайымсыз болмайды, дегенмен командирлерінің апта сайын хабарласып, жағдайын айтып тұрғаны көңіліме демеу болды. Қазір баламды көріп, бір жағынан қатты қуансам, екінші жағынан толқу да бар. Сарбаздың анасы болу мен үшін үлкен сезім. Ең бастысы балам борышын адал атқарып, аман есен оралса болғаны. Әскери бөлім командирінің айтуынша, жауынгерлер бір ай бастапқы әскери дайындықтан өтті. Олар тактикалық және атыс даярлық негіздерін меңгеріп, бөлімде қызмет атқаруға бейімделген. Бір ай кезінде осы жас сарбаздар көп бізде жауынгерлік дайындықтар өтті. Өздеріңіз көріп отырса, қоян қолтық ұрыстарын көрсетіп жатыр. Атыс алаңын ату, жаттығуларын көрсетіп жатыр. Осы жас уақытта біз осы жас сарбаздарды өзім ойлаймын, үлкен дәрежеге жеткіздік деп ойлаймын. Жас сарбаздар жан-жақты әскери дайындықтан өтіп, кәсіби машықтарын шыңдайды. Заманауи әскер әр елдің тұрақтылығы мен қауіпсіздігінің басты кепілі. Даста Маратұлы, Абылай Құттықбай, Қонаев медиа. Талғар ауданы Алатау шаңғы биатлон кешенінде шаңғымен жүгіруден мұғалімдер мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері арасында жарыс өтті. Жарысқа 46 мектеп пен жергілікті мекемелерден 100-ге тарта әуесқой спортшылар қатысты. Қар жамылған Әсемтау бөктерінде ұйымдастырылған тартысты бәсекеге 18 жасар қыз жігіттер мен ардагер қарттар да қатысты. Олар жас ерекшеліктеріне қарай 6 топқа бөлініп өзара мықтыны анықтады. Ержан Нүсіпжанов мәре сызығын алғашқылардың бірі болып кесіп өтті. Басшы бастап ұжымы қостап келген бұл команда мүшелері үздік нәтиже көрсетті. 3 жыл қатарынан қатысушымын. Нұр ауылының 12 мектеп директорымын. Бүгін өзім мектеп ұжымымды командамен әкеп, қазір 2-ші орын жүлделі орыннан көріндім. Мұғалім балаға тәрбие білім беруден бұрын мұғалімді денсаулық болу керек. Ал денсаулық осындай салауатты өмірден басталады. Жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі додаға мұғалімдер, мектеп директорлары мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері қатысты. Саламатты өмір салтын қалыптастырып, қысқы спорт түрлерін дамытуға арналған жарыстың өтуіне Аманат партиясы ұйытқы болды. Кезекті жыл сайынғы жаңағы шаңғы спортынан өтетін жастырымыз бүгінде өз жалғасын табуда. Спортқа, шаңғы спортта өзі кенже қалып бара жатқан спорт болғаннан кейін біздің бас мақсатымыз осы жастарды осы спорт түріне баулу. Бұл осы шаңғы спортын дәстүрге айналдырып, жыл сайын осы спорт түрінен жарыстар ұйымдастырамыз деп ойлаймыз. Белгіленген қашықтықты еркін еңсеріп, шапшаңдық пен төзімділік танытқандар арнайы дипломдар және естелік сыйлықтармен марапатталды. Шұғла Баймұхан, Ерлан Абжанов, Қонаев медиа. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Қонаев медиа арнасы қосулы болсын, аман сау болыңыздар.